Сөзді қалай тілдірмелек, қоғамын құбылады бұл күндерек. Қазақтың айтайын қай кемшілігін, оны айтсам қайранбасын сүргін көрек. Байлықтың бәрін беріп шетелдерге, әуел бәрін өзіміз бүлдіргенек. Храпунов пен Әблязовтар тонап қашса, өтірік қуып жетіп үлгірмемек. Ойдырмай біз көпшілміз деген ұран, бүгін шырқын бұзды ғой діннің дерек. Үш тілді мемлекет боламыз деп ұрпақтарын қай тілде шүлдірмемек. Ал осыны айтатын телеарнада бір жаңалық жүз құбылып мың түрленеді. Мысалы КТК-ны қосып қалсаң, қазаққа күнде-күнде қырғын келеді. Қазақстан ұлттық арна момын рас, сондықтан әңгіме ғой бұл бір бөлек. Неге арналар әртүрлі сөз сөйлейді, мен осының сиқырын білгім келеді. Ал өз басын тек хабардан көрсететін Қазақстан деген жерде тұрғым келеді. Қорқағың болмаған соң тасаңдағы, пердесін ақиқаттың ашам тағы. Астана мен Алматымыз жайнап жатыр, сарайлар сәнді болған қашандағы. Ал енді одан басқа қалалардың жағдайы күннен күнге нашарлады. Семейдің сергелдеңін білесіздер, Аяздың қаһарынан қаша алмады. Жылудың жылы бітпей 3 жыл бойы көп болды жанарларға жасалғалы. Торғайдың түрін көрсе адам шошыр, қайран қалан қабағын бір аша алмады. Ауыз суға зар болған ауылдардың шөлін жақсы қандырар қашан бәрі. Апаттан опат болған қызыл ағаш, оған үкімет үлесін қоса алмады. Салып берген үйлері қайта қирап болып шықты көз бояған осал бәрі. Ал енді мұнайлатын ерлер қайда? Әй бірақ жағымпаз ғой босаң бәрі. Ел тойлайды деп жүрген ерлеріміз референдум деген сөзден аса алмады. Атыңнан айналайын референдум, мен де сені айтыста көтеремін. Елбасына жағымсып қалайық деп біразырақ терледі-ау көкелерім. Депутат, әкім менен министрлер бір күн бастан шырқытты шекелерін. Жалғыз ғана елбасымыз ерлік қылды, болған соң адалдыққа бекемерін. Күмәнді ұсыныстан бас тартты ол, солай жүрді ақиқатқа төтегерін. Жағымпаздың түгеліне сауап болды, білгенге бұлдағы бір екен өлім. Мен олардың орнында болған кезде бұл ісіме өкініп өтер едім. Бекболат аға, ол тізімде сіз де барсыз, келмейді жағымсынып жекеледім. Халықтың алдында бір жақтымын деп орнымнан өз еркіммен кетер едім. Енді жұрты бұрайын бір арнаған, қайтеміз арзан сөзге шын алдана. Біздің қазақ тегінде жылдан жылға жағымпаздыққа барап құмарлана. Ел дойлайды дегендер ардан безді, бір-бірімен сыбайласып сыңарлана. Әлиев пен Әблязов қайда жүр деп біреуінің дәті жетпейді сұрауға да. Елдің сөзін сөйлейді дегендер үкіметті жасқанат сынауға